Армысыз көрермен, сіздермен бірге арнайы шығарылым барысында біз Түркістан облысында қарасты мансап орталықтарының жұмыс барысымен сіздерге таныстыратын боламыз. Ал біздің алғашқы шығарылымыз Сайрам ауданынан бастау алды. Жалпы осы бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жастар практикасы, мемлекеттік грант, алғашқы жұмыс орындары секілді бағыттарда қандай жаңашылдықтар бар? Бізбен бірге болыңыздар. Бағдарлама барысында сіздерге барлығын таныстыратын боламыз. Аудан тұрғындарын тұрақты жұмыспен қамту, кәсіпкерлікке қолдау көрсету бүгінгі күннің басты міндеттерінің бірі. Осы бағытта Сайрам ауданы мансап орталығында жүйелі жұмыстар атқарылуда. Алдағы 2026 жылға дейін орталық арқылы 150-ден аса қайтарымсыз грант беру жоспарланып, жұмыссыздық деңгейін 4-7%-ға дейін төмендету межеленіп отыр. Бізде 2025 жылы 12.879 азаматты осыны 2024-2029 жылдарға арналған бағдарламаға тарту жоспарланса, 2025 жылы 16.268 азаматты бағдарламаға тарттық. Атап айтатын болсақ, оның ішінде әлеуметтік жұмыс орындарына, кәсіпкерлердің жалақысын 35% субсидиялайтын жұмыс орындарына 303 азаматты жолдадық. 35 жасқа дейінгі оқуды жаңадан бітіріп келген 5 жылдан аспаған дипломына жастар практикасы деген бағдарламамыз бар. Оған 1410 азаматты жолдадық. Сонымен қатар ниет санаттағы жастар дейміз ғой. Соларды алғаш жұмыс орындарына жолдау бойынша 631 азаматты жолдадық. Сонымен қатар 50 жастан асқан зейнет жасына дейінгі жұмыссыз азаматтардың күміс жас жобасы деген бағдарламамыз бар. Оған 358 азаматты жалпы жұмысқа жолдадық. Сонымен қатар президентіміздің тапсырмасына сәйкес 10.000 тұрғынға 100 жаңа жұмыс орнын ашу бағдарламасын деген тапсырмасына сәйкес бізде ауданымызда 1935 азамат жалпы жұмыс орнын ашу көзделген болса, бізде жалпы 2025 жылы ашылды 3467 азамат жалпы жұмыс орны ашылды. Сонымен қатар тұрақты және бос жұмыс орындарына 5016 азаматты жұмыспен қамту көзделген болса, 5799 азаматты бос және тұрақты жұмыс орындарына жолдадық 2025 жылы. Және облыс әкімінің қаулысына сәйкес бас бостандығынан айыру және пробация есебінде тұрған азаматтарды квота бойынша жұмысқа жолдау 23 мекемеден квота бекітіліп, 23 азаматты пробация есебінде тұрған азаматтарды жұмысқа жолдау. Сонымен қатар мүгедектігі бар азаматтарды 21 мекемеден 29 квота орындары бекітіліп, 29 азаматты жұмысқа жолдадық. Және мемлекеттік қайтарымсыз грантқа 181 азаматқа мемлекеттік қайтарымсыз грант беріп, 400 айлық есептік көрсеткіште бүгінгі таңда барлықтары қайтарымсыз грант қаражатын алып, өз кәсіптерін ашып, мемлекетке салық төлеп, жәрдем бергеніне рахмет айтып жұмыс атқаруда. Сонымен қатар биылғы жоспарымызды өздеріңіз көріп жатсыздар, жалпы 7300 азаматты 2024-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы аясында бағдарламаға тарту жоспарланып, бүгінгі таңда бізде осы февраль айының, ақпан айының 2-ші жұлдызынан бастап қоғамдық жұмыс орындарына, сонымен қатар күміс жас, жастар практикасы бағдарламаларына адам жолдап жатырмыз. Қазір көріп жатқандайыңыздай, бізде биылғы қоғамдық жұмыс орындарына 800 азамат жолданып, жастар практикасына 742 азамат, күміс жас бағдарламасына 112 азамат. Сонымен қатар жаңа айтып өттім ғой, ауданымызда жаңадан ашылған президенттің тапсырмасына сәйкес 10.000 тұрғынға 100 жаңа жұмыс орнын ашу бойынша 1257 азаматты жалпы жұмыс орнын ашу көзделіп отыр. Сондай-ақ ұлттық жобалар аясында жаңа жұмыс орындарын ашу 18 жоба мақұлданып, бекітіліп, облыс әкімінің 111 азаматты жұмыспен қамту, жаңа жұмыспен қамтуға жәрдемдесу жоспар көзделіп отыр.
Орталық басшысының сұхбатынан кейін қызмет алушылармен тілдестік. Солардың бірі Салтанат Айқашева. Ол мемлекеттен қайтарымсыз грант алған. Бұған дейін логопедиялық орталықты жүргізіп келген кәсіпкер гранттың арқасында кәсібін кеңейтіп, бүгінде 5 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. 2025 жылы осы дамыту орталығына ашу үшін Мансап орталығына өтініш білдірдім. Сол жерде комиссия мүшесі ұсынды мені, содан мемлекеттен қайтарымсыз грант ұттым. Соның арқасында қазір 2 кабинеттен 6 кабинетке ұлғайдық. Одан кейін өзімнен басқа қазір 5 жұмысшыны қамтамасыз етіп отырмын. Бүкіл ерекше балаларға арналған заттардың барлығы толық алынды. Ақботайден жас маман Шоқан Уәлиханов университетінің түлегі қазіргі таңда ауданға қарасты нөмірі 7-ші Бабыр атындағы мектепте еңбек етіп келеді. Ол өз мамандығы бойынша жұмыс істеп, білім беру саласына тың серпін беріп жүрген жастардың қатарында. Менің осы жерде жұмыс істеп жатқаныма уже 4-5 айдай болып қалды. Ноябрьден бері Мансап орталығына барып, сол тіркеліп, тез арада маған тауып берді, рахмет. Осы мектепте жүріп, көп тәжірибе алдым десем де болады. Мысалы, оқушылармен жұмыс істеп, мұғалімдердің арасында өте көп жақсы мүмкіндік болып жатыр. Тиімділігі не бұл? Тәжірибе болмасын шығар. Мысалы, мен кеше ғана бітірдім. Менде сразу бүйтіп опыт жоқ. Осы мұғалімдер мен оқушылар осы жастар практикасымен маған көмектесіп жатыр десем де болады. Маған қолдау білдіріп, жаңағы білмегенді үйретіп, бәрін үйретіп жатыр. Алдағы жоспар осы бітіріп, Құдай қаласа мамандықпен ары қарай жұмысқа тұру, оқушыларға өз мамандық бойынша сабақ беріп, әрине оңайды. Ауданда зейнет жасына жақындаған азаматтарды жұмыспен қамту мақсатында күміс жас жобасы жүзеге асырылуда. Аталған жоба аясында адал азығын тауып жүргендердің бірі Перизат апай. Ол бүгінде тәтті өнімдер дайындайтын цехта еңбек етіп, торт, пирог және түрлі үй тағамдарын әзірлеумен айналысады. Мен Сайрам ауданының тұрғынымын. Жасым 53-те. Осы 20-20 бағдарламамен тіркеліп, мына жұмыспен қамтамасыз етіп жатырмын. Күміс жас деген бағдарламамен. Жұмысым жақсы ұнап жатыр өзіме. Бәрі ойдағыдай. Осы жұмыс атқарып, тауып жатырмыз, жалақымыз жақсы, бәрі ұнап жатыр. Қорыта айтқанда, Сайрам ауданы Мансап орталық арқылы жүзеге асырылған мемлекеттік жобалар нақты нәтижесін көрсетуде. Тұрғындар тұрақты жұмыспен қамтылып, өз кәсібін дамытуға мүмкіндік алды. Елдің әлеуетін арттыруға бағытталған осындай бастамалар әр отбасының әл-ауқатын жақсартудағы маңызды қадам. Алдағы бөлімде біз тағы бір ауданның жұмыс барысымен, сол жердегі тұрғындардың тәжірибесі мен жетістіктерімен танысатын боламыз.